Кейде әлеуметтік желіде отырып ақ біреудің жанын жарлайтын сөз айтып қалатындар бар. Әсіресе өнер адамының әр әрекеті елдің көз алдында болғандықтан жұрттың пікірі де әртүрлі шығады. Бірақ сынның да пікірдің де өз шегі болуы керек қой. Соңғы уақытта ел арасында қызу талқыланған жағдай соның дәлелі. Халық әртісі Мақпал Жүнісова Instagram парақшасында анасының үйіне тосыннан барған сәтін бөлісіп, бауырларымен бірге дастархан басында шай ішіп отырған видеосын жүктейді. Жақсылықтан басталған жазбаның арты пікірталасқа ұласты. Өйткені бейнеде дастархан басында ер азаматтар отырса да, батаны Мақпал апамыздың анасы берген екен. Кейбір желі қолданушылары мұны дұрыс емес деп сынай бастады. Еркектер отырғанда әйелдің бата беруі дұрыс па? Жесір әйел бата бермейтін еді деген секілді пікірлер жазылды. Бірақ көпшілік керісінше ананың батасын қолдап, ананың тілегі ең қымбат, ананың батасы қабыл болсын деп жылы лебізін білдірді. Алайда жағдайдың шегін асырған бір оқырман болды. Ол Мақпал апамыздың анасына ауыр сөз айтып, қатын деп тіл тигізген. Бұл кезде шыдамаған әнші ашуын жасырмай, не оттап отырсың? Анасы ұл қыздарына бата беруге болмайды дегенді бірінші рет естіп отырмын. Әкеміз өмірден озғалы, анамыздың батасымен келе жатырмыз. 11 құрсақ көтерген анама қатын деуге хақың жоқ. Нағыз есалаң сенсің, деп жауап қайтарды. Меніңше бұл жерде Мақпал Жүнісованың реакциясын түсінуге болады. Әркімнің анасы ең қастерлі тұлға. Әсіресе 11 құрсақ көтеріп, ұрпақ тәрбиелеген ананы қорлау ұяттың үлкені. Оның үстіне бата беру тек ер адамның міндеті деген түсінік бар ма еді өзі? Қазақта ананың да батасы қабыл, әженің де тілегі қасиетті. Осы оқиғадан алар сабақ әлеуметтік желіде отырып алып, ойымызға келгенді жаза беру дұрыс емес. Әсіресе аналарға тіл тигізу ең үлкен күнә. Қандай жағдай болмасын, сөзімізді өлшеп айтуымыз керек.